Оран баба Райымбек есіміңде бар киең, жұмыр жерді жұтатын су жол берген әулием, әруағымен рухтансам заңғарлармен тілдесіп жеті қабат көкпенен шарықтайды жан дүнием. 100 жылға созылған қазақ жоңғар соғысында жоңғарлардың күйреп тарих сахнасынан бір жола кетуіне септігін тигізген батырдың бірі Райымбек екен даусыз. Небәрі 17 жасынан бастап жауға қарсы шапқан батырдың жасаған ерліктерін халқы көзі тірісінде аңыз етті. Ал бүгін Райымбек бабаның басына келіп, мұң-мұқтажын айтып тілек тілейтін, Құран бағыштап дертіне дауа іздейтін жан көп. Райымбек бабамыздың жалпы азан шақырып қойған есімі Рақымбек болған екен. Ол Рақым Алланың 99 есімдерінің бірі ғой. Сондықтан да Райымбек баба өзінің есімін емес, жалпы Алланың есімін, Алланың атын атап кезінде жауға шапқан. Жалпы Райымбек бабамыз осы 1981 жылы осы Райымбек бабамыз жатқан жерге мәрмәр тастан арнайы тас қойылса, 91 жылы осы Райымбек даңғылы осы Райымбек бабамыздың атынан берілді. Ал 1994 жылы тарихи этнографиялық бірлестіктің арқасында үлкен кесене салынып, 2018 жылдан бері Алматы қаласы мәдениет басқармасы музейлер бірлестігіне қосылып, Райымбек батыр музей кешені болды. Осы жердің арнайы шырақшысы бар. Оның жаңа біз Райымбек батыр музей кешені дедіңіз ғой. Арнайы осы жерде жаңағы мемлекет қызметкерлер осы жерде жұмыс істейді. Жаңа музей қараушысы бар деген сияқты. Шырақшысы бар. Және Райымбек батыр бабамыздың болашақтан музей түседі, мұражай түседі деп жатырмыз. Сол мұражайына байланысты тарихи жәдігерлерді зерттеп, сол бойынша жұмыс жасап жатқан жайымыз бар. Биік кесененің алдында шөгіп отырған ақ бураның мүсіні тұр. Ел аузында бұл жайында әңгіме бар. Жалпы Райымбек бабамыздың мына киесі түйе, қорғаушысы жылан, жаңа пірі барыс, жаратушысы Алла тағала дейді ғой. Жаңа соның ішінде жаңа киесі түйе деп отырғанымыз, Райымбек бабамыз осы өмірден қайтар шағында мені өзінің атанына артып, сол жерге қай жерге шөгеді, сол жерге жерлендір деген екен. Соны Райымбек бабамыз сол атанына артып, содан артынан бүткіл жұрт еріп отырады. Содан осы Алматының қақ ортасы осы жатқан жерге келіп түйе шөккен екен. Содан Райымбек бабамыз осы жерге жерленген. 2 ғасыр бұрын өмір сүрген ұлт батырының мүрдесі бүгінде Алматының қақ ортасында. Қаладағы халық ең тығыз орналасқан көшенің бойында жатыр. Тіпті қаланың иесі Райымбек дейміз, себебі де бар. Бәрін қорғап, қоршап жатқан осы Райымбек бабамыздың әруағы. Ал әруақ деген қазақтың ары мен рухы болды. Сондықтан да әрдайымда әруақ жары болсын дейтініміз сондықтан барлықтарыңыз Райымбек бабамыздың әруағы болсын. Жаратқан жары болсын. Алматы облысындағы Райымбек ауданы және Қарасай аудандағы Райымбек ауылы батырдың атымен аталады. Сондай-ақ Алматы қаласындағы ең алғашқы әрі ең ірі метро бекетіне батырдың есімі берілген. Бабамыздың есімін еншілеген жер су аттары мұнымен шектелмейді. Райымбек батырдың есімі мен ерлігі ұрпағымен мың жасайды.